Бұл айдың ішінде топ құрамындағы Қазақмыс Maintenance сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің штаты 3 есеге артты. Компанияда жүріп жатқан оңтайландыру шеңберінде топ құрамындағы сервистік өндіріс орындары біртіндеп аталған кәсіпорынға қосу туралы шешім қабылданды. Атап айтсақ, таратылған Восток Крем сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері мен активтері Қазақмыс Maintenance сервис құрамына кіріп, оның 3-ші филиалына айналды. Үшінші филиалдың құрылғанына көп болған жоқ. Бұл әрине өскемендік филиал. Онда шамамен 500-ге жуық адам жұмыс істейді. Қазақмыс тобы басшылығының негізгі шарты топ ұжымымен жұмыс істеу. Яғни біз шығыста келісім шарты бекіткен жағдайда тек Қазақмыста жұмыс істеген адамдарды ғана қабылдаймыз. Ал егер ондай мамандар болмаса, әрине сырттан алуға тура келеді. Бірақ біз тек қана қазақмыстықтарды жұмысқа алуға тырысамыз. 2006 жылы құрылып 2012 жылға дейін Қазақмыс сервис деп аталып келген компанияда бүгінде 900-ге жуық адам еңбек етеді. Активінде 250-ге жуық машина бар. Компания 2014 жылдың соңына дейін штаттағы қызметкерлер санын 1800 адамға, ал паркіндегі техниканы 500-ге жеткізуді көздеп отыр. Законный вопрос, для чего это все создано? Мұның бәрі не үшін жасалып отыр деген заңды сұрақ туындайды. Мұның бәрі сервиске жұмсалатын шығынды нақтылау үшін, тұрақты шығындарда төмендетудің нақты жолдарын көру үшін жасалды. Бұл еңбек ақыға кететін шығындар, жалдау ақысы, мамандарды даярлауға, құрал жабдықтарға жұмсалатын инвестициялар. 2014 жылға дейін бизнес жоспар құрастырылды. Ол біздің тарифіміздің төмендегенін көрсетеді. Машина санының көбеюіне байланысты бір машинаға жұмсалатын шығын көлемі төмендеді. Қазіргі таңда бізде басқару, бухгалтерия, кадрлар, жабдықтау бөлімі қызметкерлері бар. Машина аз болғанда бір техникаға көп шығын жұмсалады, ал машина саны артқанда шығын көлемі тиісінше төмендейді. Количество машин, соответственно, это большие затраты на одну единицу техники. При увеличении количества машин это, соответственно, уменьшается. Екінші филиал Қарағандыда жұмыс істейді. Компаниядағылар Жезқазғандағы филиалды бас кеңсе деп атайды. Онда 150 шақты адам мен 30-дан астам техника жұмыс істейді. На плановый ремонт, естественно, машины приезжают сюда в ремпункт. Машиналар жоспарлы жөндеу жұмыстарына осындағы жөндеу пунктіне келеді. Осы жерде оларға қызмет көрсетіледі. Ал бұзылып қалғанда немесе самосвал бір орнынан қозғала алмай қалған жағдайда бригада карьердің басына барып, оны сол жерде жөндеуге тырысады. Экскаваторлар жөндеу пунктіне келе алмайды. Олар да карьерде жөнделеді. В ремпункт. Экскаваторы, они не могут приезжать на обслуживание в ремпункт, их обслуживают в карьере. Қазақмыстың сервистік компаниясы даму үстінде және әдетте өзі шығарған қондырғыларға өзі қызмет көрсететін шетелдік тау-кен техникасын өндіруші компаниялармен бәсекеге түсе бастады.